бірінші рульді неге осы бағытта ұстаймыз? Өйткені дворник пен поворотникке қолымыз жетіп тұрады екен. Негізі рульді үстіден ұста, астыдан ұста деген заң жоқ, қатып қалған, бірақ кеңес бар. Мен сізге кеңес берем, бір маңызды жаттығу жасағанда осылай ұстауға. Сосын не істеуге болмайды рульда? Бұлай үш жақтан қолды осылай салуға болмайды, көрсетіңіз. Сосын үзік-үзік қып бұруға болмайды, бұрып көрсетіңіз, үзік-үзік қып. Үзік-үзік қып. Олай қатемен бұрамаймын да ғой, мен десеңші, ұстаңыз камераны. Міне бұлай бұруға болмайды. Түсінікті ғой, да? Вот, сосын скрешивать етуге болмайды, көрсетіңіз. Жоқ, олай емес, рульді ұстап бұрып көрсетсеңізші. Бұрыңыз солға қарай. Ой, солға қарай, не болып кетті өзі, бұрыңыз. Міне осылай, ой, молодец, мен осылай істеуге болмайды, түсінікті ғой, да? Қалай бұрамыз, ал көрсетіңіз. Оң қолмен бұрамыз, ұмытып қалған дейсің ғой. Сол қолмен күтіп алыңыз, молодец. Обратно, сол қолмен бұрамыз, оң қолмен күтіп алыңыз.